Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo, guardar tus secretos. Алло деп мен де осы видеоның басында бүйтіп қоямын да одан кейін бүйтіп бастаймын. Және де барлықтарыңыз сәлем достар, сіздермен бірге мен бұл зумая, бұрынғы зумада тиомай. Достар, короче, енді бүгінгі видеоның тақырыбынан алыстамай видеоға келетін болсақ, бүгінгі видеода мен қалай суға батып кеттім. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет. Әрине енді шілей суға батып кеткен жоқ, құдай сақтасын. Просто сол суға қатысты бір енді оқиғаны айтатын боламын. Просто басымнан кешкен оқиғамды айтатын боламын. Ал енді ол оқиғаны айта берейік. Достар, бұл оқиғаны, бұл видеоны көрместен бұрын, достар, просто осы видеоға лайк басып, подписаться етіп кетейік. Ал енді бұл қандай оқиға болды? Бұл 7 мамыр еді. Біз 7 мамырда достарыммен далаға шыққан болатынмын. 7 мамыр. Енді ол Бауыржан және де Уәлихан деген досым, сіздер оны танымайсыздар. Бірақ та енді каналдың ссылкасын описаниеге қалдырамын, просто тіркеліп, лайк басып қолдап кетейік. Ал андай видеоға келетін болса айтайын. Біз енді сол өзімнің 2 досыммен далада ойнап жүрдік. Далада ойнап жүргеннен кейін бізге ыстық болды. Я білмеймін неге ыстық болған, просто ыстық болды. Өткен дала ыстық болды. Похлопай. Достар, енді сөйтіп жүргеннен кейін енді Тобылға енді бардық. Достар, Тобыл не екенін білмесеңіз де айтайын, ол просто біздің қаладағы көл. Енді көл, біздің қаладағы көл, теңіз бе білмеймін әйтеуір. Дәу шомылатын жер ғой енді көңілі болған. Бірақ достар, енді ол кезде ешкім ыстық болған жоқ. Просто теңізде ешкім болмады. Енді бір-екі адам болды. Так что енді біз енді сол кезде қуып, просто карантинде плюс ата-анасыз сол Тобылға барғымыз енді көлге бардық та. Просто сонымен енді бүйтіп шомылдық десек те болады, енді киімімізді шешіп шомылдық. Ал енді бізді өсінсе кешіңіз деді. Достар, енді айта беретін болсам, енді сондай шомылған болатынбыз. Біз шомылып жүргенде бізге енді біз шомылдық. Одан кейін тупа біз шомылып жүрміз да, сол кезде жел соғып кетті. Достар, біз шомылмастан бұрын дала ыстық болды. Біз шомылғаннан кейін дала ыстық болды. Ал енді айта беретін болсам, біз шомылып жүрдік, сол Тобылда шомылып жүрдік, үшеуміз. Ол кезде тупа бізге бізге бір үлкен адамдар келген болатын, машинамен екі үлкен қыз, екі үлкен адам келген болатын. Және де солар енді олар тупа не қылды да, суды қаратты. Бізге айтты, суық емес па деді. Бірақ ол кезде ең басында су өте қатты суық болған болатын. Бірақ та біз не екенін білмеймін, бірақ біз соғып просто ғаты не қылдық енді, просто түстік, достар. Енді сол кезде просто тупа түсе салған болатынбыз. Бізге бәрібір болып, біз үйреніп кеттік. Ондай суға біз күнде баратын едік. Просто енді мұздай суға үйреніп кеттік та, пока что не қылып шомыла бердік. Так что ол айтты да, су суық па деді. Біз жоқ, суық емес, нормально дедік. Неге? Себебі бізге ол су уже ыстық емес болды. Себебі біз ол суға уже үйреніп кеткенбіз. Так что енді біз енді шомылдық, олар біз суық емес деді. Одан кейін ол просто ол 30 адам типа суды ұстап кетті. Мен су суық қой, сендер нағыз жігітсің деді, мынандай бір нәрсе айтты бізге, түсінбедім мен. Одан кейін тупа біз одан кейін барып енді не айтамызды білмедік. Олар аяғын батырды, жүзді, сөйтіп, одан кейін барып Тобылда енді бүйтіп өздерінің аяқ киімін сүртіп кетейін деп отырған кезде біз соқтағы бір білесің деді ме, ана жақта полициялар бар деді. Полициялар бар деді, әрине енді. Полициялар неге болады? Себебі карантинде Тобылға баруға енді болмайды десек, болмайды емес әрине. Карантин кезінде біз Тобылда, карантинде қандай балалар Тобылда жүр, және де біз кішкентай балалар просто Тобылда ата-анасы жүре ме. Соны тексеріп полициялар жүрген болатын. Мен сендім, сол қыз айтқанда мен сендім. Ол қыз айтты, полициялар бар деді. Бірақ та мен сендім, бірақ та менің 2 досым сенбеді. Білмеймін. Мен енді судан енді шығайын деп отқанда тупа достарым айтты енді, шықпасай қайдағы өтсік айтады деді. Мен ол қызға сеніп тұрдым. Тупа одан кейін менің бір досым шықты да, просто кебуге енді, үстін сүртуге. Тупа сол кезде қарады да, біз не болды десек, анақта полиция деді. Просто полиция келе жатыр, ема. Анақта просто полиция келе жатыр, біз пұтымызға шығып қойдық десем болады. Және достар, енді менде бағына видео ішіп қалған болатын, енді кешіңізден. Просто енді айта берейін енді. Просто енді сол полиция келе жатты, біз пұтымызға шығып қойдық. Не істейміз? Енді ойлаңыздар, сіз просто Тобылда енді, то есть өзенде просто ата-анасыз достарыңызбен шомылып жүрсіз. Сол кезде тупа сендерге машинамен полициялар келе жатты. Ема, мен анықта не істеймін білмей жылағым келіп кетті.
Онда ана досымыз айтты, шыққан досымыз айтты, андақта полиция келе жатыр дедік та, біз просто қорықтық та, судан шықтық та, қарасақ шынымен полиция бізге келе жатыр екен. Иә достар, және біз оқта бір өзіміз болған жоқпыз. Ана жақта бір басқа үлкен 11 сыныптың балдары болды. Соларды шомылып отырды анақта, ұзақта. Сол кезде тупо бізге енді сол полиция келе жатырды, то есть енді тілім жатады. Просто келе жатырды соларға, то есть бізге келе жатырды. Одан кейін біз бүкіл киімімізді алдық та төсекпен кеттік. Ананы еске алғым келмейді. Просто біз полиция келе жатыр да, біз просто бүкіл киімімізді алып төсекменге қашып кеттік қой. Одан кейін ана рация бар ғой, деп сондай сөйлейтін үлкен рация бар ғой, сол айттым. Қашпаңдар деп рациямен полиция айтты да. Одан кейін кітап оқытады, білмеймін ол точносын емес ол. Одан кейін біз просто алды-артымызға қарамай кеттік. Кеттік. Төсекпен кетіп қалды дейсің ғой. Тупо сол кезде енді менің қасымдағы бір досым өзінің нәскиін жоғалтып алған болатын, білмеймін. Сол өзінің енді нәскиін жоғалтып алды. Сол енді біз нәскиін жоғалтып алды да, тупо. Одан айттым, тоқта, полиция аналарға келді, давай тез киініп ал дедім да өзім досыма. Одан досым екеуміз тез киініп алдық. Одан кейін тупо ана полициялар басқа балаларға кетіп қалды да, негізі бізге келе жатыр. Просто бізге келе енді біз тез жүгірдік, жалаң аяқ төсекпен қатты жүгірдік та. Сосын олар, ана қашпай қойды, просто аналарға бар деді да. Бізге келе жатыр, бірақ бізге келе жатқанда басқа балаларды көрді да. Сол балаларға барған болатын. Ал біз сөйтіп киініп, наконец-то үй жағымызға кеткен болатынбыз. Иә достар, бұл осындай өте экстремалды енді достар. Ал мен осы оқиғадан не түйдім? Достар, ешқашанда енді өздеріңіз ата-аналар короче, мама-папаларыңызсыз ешқайда бармаңыздар. Тілім жатасып жатыр достар. Ал енді мама-папаларыңыз ешқайда бармаңыздар. Короче, мама и папа никуда не идите деймін ғой. Сонда ешқайда бармаңыздар, потому что енді сіздерге полиция ұстауы мүмкін достар. Так что енді аналарыңызды тыңдап, просто тек қана мама не айтады, соны тыңдап жүре беріңіздер. Ешқашанда көлге ата-анасыз бармаңыздар. Нәмән сөйледім, көзіңізден. Иә достар, мен осындай оқиға тезім. Енді мен осындай өте қызықты история болды деп ойлаймын. Өте угарный история. Тағы айта кетейін, осы екі досымның каналының ссылкасы описанияда. Ал енді достар, енді осымен біздің видеоролик аяқталды десем де болады достар. Өте қызықты история. Осы видеоға давайте 40 лайк смело жинайық деген ойдамын. Себебі сіздер ана видеоға 40-тан астам лайк жинадыңыздар. Әрине осы видеоға тоже. Ал енді достар, сіздермен болған мен бұл Зума достар. Осы видео ұнатты деген ойдамын. Бұл видеоға өте қатты тырыстым деп айта алмаймын, просто түсе салдым. Ал енді сіздермен болған мен бұл Зума. Ал амандықта жүздескенше. Болды.